Қымбатты ардагерлер, сіздерді ұлы жеңістің 70 жылдығы қарсаңында осынау ұлы мерекемен құттықтай отырып, сіздерге денсаулық, бақытты да баянды ұзақ ғұмыр тілеймін. Сіздердің ұлы жеңіс күнін жақындатқан әрбір қадамдарыңыз ұмытылмайды. Себебі ерліктеріңіз ұрпаққа ұлағат, ертеңгі күнге үлгі өнеге болар сабақ. Адамгершілік, ар намыс, барлық ізгі қасиеттерді бойларыңызға жинап, отан үшін, тәуелсіздігіміз үшін жан қиярлықпен күресіп, азаматтық борыштарыңызды абыроймен ақтағандарыңыз үшін ерекше ризашылығымызды білдіріп, алғысымызды айтып, басымызды иеміз. Сіздердің жауынгерлік рухтарыңызды әр заманда әнші композиторлар, жазушылар, ақындар жырлап кеткен болатын. Солардың ішінде күйші апамыз Дина Нұрписова бар еді. Ол кісі 80 жасқа тайған кезінде өзінің ұлын майданға аттандырып, сол сәтте жанынан ана бұйрығы атты күйі шыққан еді. Ол күйді Дина әжеміз тек өзінің ұлына арнаған жоқ. Майдандағы, тылдағы барлық жауынгерлердің рухын көтеру үшін, халқымызға жігер, күш, қуат, қайсар беру үшін отан бейнесін ана бейнесімен ұштастыра білді. Дәл қазір сіздерге, құрметті ардагерлер, осы күйді орындап беруге рұқсат етіңіздер. Дина Нұрписованың күйі ана бұйрығы. жылы 30 сәуірде Берлиндегі Рейхстагқа Рахымжан Қошқарбаев атамыз жеңіс туын тіккен болатын. Міне, сол жеңіс туы тіккелі бері 70 жыл өтіпті. Осы жеңісті аңсаған, армандаған ата-бабаларымыздың жақсы жаңалық сүйіншілеп келгенде,
Дина әжеміз шабыттанып жеңіс деген күй шығарған болатын. Осы жеңіс күйін қазір сіздерге арнап орындап берейін.